Екі иттің достығы. Бұрынғы уақытта дәулет асқан, судай тасқан, көңілі жай, төрт түлікке сай, бір бай болыпты. Ол байдың төрт көз Мойнақ деген екі төбеті бар екен. Бір күні түс мезгілінде екі төбет өз қызығы өзіне, өз тұрмысы өзіне болып, тамағы тоқ күн шуақта үйдің есігінің алдында бір-біріне қарама-қарсы жатып өзара әңгімеге кірісіпті. Бұлар жақсылық пен жамандық жөнінде сөйлесіп, өз әлдерінше олардың қандай болатындықтарын тексеріп, оны бітірместен жомарттық жөнінде сөйлесіп, оны бітірместен сараңдық жөнінде сөз қозғап, бірінің басын, бірінің аяғын шатып, ақырында ырылдасып, ақыры әңгіме арнасы араздық пен татулыққа түседі. Сол уақытта тілмәрсіған Мойнақ: «Достым Төрткөз, осы мен ойлап тұрсам, дүниеде татулықтан жақсы нәрсе бар ма? Осы екеуміздің төбелеспей жүретін күніміз бар ма? Біз жоқ нәрсеге ырылдасып, жоқ нәрсеге таласамыз, бірімізге біріміз жылы шырайымызды көрсетпейміз, бір ойнап күліп жүрмейміз, күнде талас, күнде төбелес. Осы менен күніміз өтіп барады. Кейде таласқанымыздан екеумізде тамақтан айырылып, оны құтпан тартып әкетеді. Бізден басқа жолдаяқ, құтпан, бөрібасар бәрі де ынтымақшыл, бірінің аузынан бірі жырып жейді. Біз екеумізде солар сияқты ынтымақты болып, әр нәрсеге таласпай бөліп ішіп, шын дос-жарлыққа көңілімізді берсек қайтеді. Біріміздің қабағымызға біріміз қарап, күннің қалай өткенін білмей қалатын болсақ қайтеді. Осы сөзімізге не айтасың дейді. Сол уақытта Төрткөз аяқты көсіліп, құйрықты бұлғаңдатып, қабақты ашып, Мойнақтың сөзін құптады. «Достым Мойнақ, мұның әбден құптарлық сөз. Бұны мен де ойлаушы едім. Осы екеумізге не жетпейді? Тамағымыз тоқ, қайғы дегенді білмейміз. Солай бола тұра, түкке тұрмайтын бір нәрсеге таласып, жұлысып жатқанымыз расында осы қылығымызды тасталық» деп сөзін аяқтайды. Мұның сөзіне Мойнақ та маңғазданып, көз тігіп, құйрықты қысып, ал ендеше дос болайық деген сөз көмейіне бір келіп, бір қайтып тұрғанда, дос болғанның белгісі міне деп Төрткөз Мойнақтың мойнынан құшақтай алады. Екеуі бірін-бірі құшақтап, аймалап, беттерін тигізіп, екеуміздің достығымызды ешкім айыра алмас. Тау күйіп тас жанса да, аштан өлсек те, тамақ жағына таласпаспыз деп серттеседі. Достық құшақтарын айырыса алмай тұрғанда, ас үйден лақтырған бір майлы омыртқа екеуінің қасына келіп топ ете қалады. Майлы сүйекті көргенде көздері жайнап, естері шығып, екеуі де құшақтарын жазып алғым тұлсады. Тырнақтар мен сүйекті басысып, бірінен бірі қызғанып, ырылдаса барып, жұлқыласып таласа бастайды. Бірін-бірі тістеп тартқан зардабынан жүндері дода болып аспан қошады. Дауыстарын естіп, жолдаяқ, құтпан, бөрібасарлар келіп таласқан омыртқаларын бөрібасар алып қашып кетеді. Шуылдаған қой үркіп, қойдың шетінде жатқан қойшылар келіп, иттерді сойылдап жүріп, зор қайырады.